Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия спорттық морфология негіздері пәні бойынша нөмірі 11-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы ағзаның бөліп шығару процестері, несеп зәр шығару жүйесі. Дәрісте қарастырылатын жоспардағы сұрақтар: бірінші, бөліп шығару жүйесінің жалпы сипаттама; екінші, бүйректің құрылысы мен қызметі; үшінші, нефронның құрылысы мен атқаратын қызметі. Қарастырылатын бірінші сұрақ: бөліп шығару жүйесіне жалпы сипаттама. Бөлу мүшелері адам ағзасындағы зат алмасудың соңғы өнімдерін артық су мен тұзды, уды, бояғыш, тағы басқа да бөгде заттар мен органикалық қосылыстардың артық мөлшерін денеден қоршаған сыртқы ортаға бөліп шығаратын мүшелер. Бұлар ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын, гемостазды қамтамасыз етеді. Бөлу мүшелеріне бұл қос бүйрек, тері бездері, өкпе және ас қорыту жүйесінің бездері жатқызылады. Бұлар келесі слайдта көрсетілген, яғни бөліп шығару қызметтері өкпедегі толықтай тыныс алу жүйесінің оттегін сіңіріп көмірқышқыл газындағы нөмірі 8-ші лекцияда толықтай қамтамасыз етілген газ алмасу процесінен тұрады. Тоқшек, яғни бұл нөмірі 5-ші дәрістегі ас қорыту жүйесіндегі зат алмасу нәтижесінен ағзаға қажетті органикалық, биоорганикалық заттардың сіңіріліп, одан қалған қалдықтың сыртқа шығу процесі. Теріде біршама зат алмасу процесіне қатысады, яғни бұл жерде де ағзадағы артық тұздар мен сулар сыртқы ортаға бөлінеді. Бүйрек, яғни бүгінгі тақырыптағы негізгі құрылымдық мүше, яғни ағзадағы түзілген артық суларды, тұздарды бөліп шығару мүшесі арқылы сыртқа бөлу процесі. Келесі, зәр шығару жүйесіне жалпы сипаттама. Зәр шығару жүйесі адам ағзасының артық суды, тұзды зат алмасудан пайда болған қажетсіз заттарды сыртқа шығаратын құрылым. Зәр шығару жүйесіне кіретін мүшелер мыналар: қос бүйрек пен қос несеп ағар, қуық несеп жолы. Қан тамырлары арқылы тасымалданатын қалдық заттардан бүйректе үнемі зәр түзіледі. Ол зәр несеп ағар арқылы қуыққа жетіп отырады. Қуықта жиналып қалған зәр несеп жолы арқылы сыртқа шығарылады. Зәр түсі сары болып келетін мөлдір сұйықтық. Егер зәрдің түсі қою сары немесе қоңыр түсті болса, денсаулық тұрғысында қиындық туындағанын, яғни ақау пайда болғанын білдіреді. Зәр шығару жүйесі орналасу орнына қарай екіге бөлінеді. Мұнда зәр шығару мүшесі және зәр шығару мүшелері. Зәр түзуші мүше және зәр шығарушы мүшелер. Зәр түзуші мүшеге бұл қос бүйрек жатады. Ал зәр шығарушы мүшелерге зәр ағар, қуық және зәр шығару өзегі жатқызылады. Енді жоспардағы екінші сұрақ бұл бүйректің құрылысы мен қызметі. Бүйрек зәр түзе отырып, қаннан шығатын бөлінділерді сүзетін арқа жотадан төмен орналасқан ас бұршаққа ұқсас жүк мүше. Ересек адамда әрбір бүйректің салмағы 120-200 граммға дейін, ұзындығы 10-12 см, ені 5-6 см, қалыңдығы 3-4 см болады. Бүйрек құрсақ қуысында омыртқа бағанасының екі жағында соңғы кеуде омыртқасы және жоғарғы бел омыртқа тұсында орналасады. Бүйрек суретте көріп тұрғандарыңыздай сырты қоңырқай түсті, қыртысты қабаттан және сырты қыртысты қабаттан ішкі бозғыл түсті майлы қабаттан тұрады. Ми затында, яғни ми қабатында ұштары бүйрек астауына бағытталған, яғни пирамидалардан тұрады. Әрбір қызыл
дөңгелектенген, бұлар пирамидалар. Әрбір бүйректе 10-15 үшбұрышты денелерден құралған пирамидалар болады. Бүйректің ішіндегі қуыс бүйрек астауы, яғни осы пирамидалар тостағаншаларға ашылады. Тостағаншалар бүйрек астаушасына бірігіп, ары қарай несеп ағарға бүйректе сүзілген зәрді несеп ағарға бағыттайды. Бүйректің анатомиялық құрылымдық бірлігі нефрон деп аталады. Сонда жалпы айтқанда бүйректің құрылысы сыртқы қабаттан, милы қабаттан және милы қабатта орналасқан пирамидалардан, пирамидалар тостағаншаларға, тостағанша астаушаларға жиналып, ары қарай зәр несеп ағарға бағытталады. Келесі несеп ағардың құрылысы, яғни бұл екі несеп ағар түтігі болады. Қабырғасы қалың бұлшық етті, түтікше, пішінді жүк мүше. Ересек адамдарда оның диаметрі 6-8 мм, ұзындығы 25-30 см болады. Несеп ағар бүйректі қуықпен жалғастырып тұрады. Қуықтың құрылысы. Қуық жамбас қуысында орналасқан бұлшық етті мүше. Қуықта зәр уақытша жиналады. Ол ересек адамда қабырғасы қалың бұлшық еттен түзілген. Несеп ағардың да қуықтың да қабырғасы бұлшық етті талшықтан бірыңғай салалы бұлшық еттен тұрады. Қуықтың бұлшық етті жиырылған кезде зәр өзегіне қарай бағытталады. Ересек адамда қуықтың сыйымдылығы шамамен 500 мл. Үшінші сұрақ, бұл нефрон құрылысы мен атқаратын қызметі. Бүйректің анатомиялық құрылысында құрылымды қызметтік бірлігі бұл нефрон деп аталады. Бүйректі миллиондаған нефрондар құрайды. Нефрон бүйрек денешігінен және проксималды, яғни мен стереограмманы көрсетіп тұрғанда проксималды және дисталды бөлімдерден, яғни түзу және ирек өзекшелерден тұрады. Бүйрек денешігі тамырлы және несепті бөліктерден құралған. Тамырлы бөліктер, яғни несепті әкелуші және әкетуші, яғни бұл жерде қан тамырлары арқылы қан келеді және қанды қайтадан осы жерден сүзгіден өткізіп, қанды қайтып алып кетеді. Ағзаға кері қарай алып қайтады. Сонда бұл жерде бірінші реттік сүзілу процесі жүреді. Келесі, нефронның негізгі қызметі зәр түзу. Зәрдің пайда болуы екі құбылыстан тұрады. Біріншісі алғашқы зәр түзілу ультрафильтрация, яғни сүзілу процесі болады. Екінші соңғы зәр түзілу бұл реабсорбция, қайта сіңіру, яғни жаңағы айтылған денешіктен қанның кері ағзаға сүзіліп қайтуын айтады. Алғашқы зәр бүйрек шумақтарында фильтрация қылтамырлары арқылы өтеді. Алғашқы зәрдің құрамында қан плазмасының нәруыздары жоқ. Бір тәуліктің ішінде 150-170 литр алғашқы зәр пайда болады. Көріп отқан кестелеріңіздегідей, бірінші реттік зәр, яғни фильтрация, бүйрек капсуласында, яғни бүйрек денешігінде жүреді. Екінші реттік зәр бұл кері сіңірілу, реабсорбция, иілген иірімдік өзегінде жүреді. Түзілген зәрдің құрамы 96% су, 1,5% биорганикалық заттардан, 2,5% органикалық заттардан және 2% зәр қышқылынан тұрады. Соңғы зәр реабсорбция түзілу құбылысы бүйрек түтікшелерінде өтеді. Онда глюкоза, амин қышқылдары, витаминдер, су, тұздар кері
қанға өтеді. Осыдан 150 литр алғашқы зәрден 1,5 литр соңғы зәр пайда болады. Қорыта айтқанда, сонымен бүйректе түзілген несеп жинағыш түтіктері арқылы астауға келіп, одан зәр ағар бойымен қуыққа жиналып, зәр шығару өзегі арқылы сыртқа шығарылады. Бүйректің ерекшелігі қанмен жақсы қамтамасыз етілуі, бүйрек арқылы тәулігіне 1500-1700 литр қан ағады. Бұл дегеніміз әрбір 5 минут сайын қан тамырлары арқылы айналатын барлық қан бүйрек арқылы өтеді деген сөз. Осы кезде ағза ұлпаларында үнемі түзілетін тіршілік әрекетінің зиянды заттары қаннан бөлінеді. Бүйрек жұмысына жақсы әсер ететін өнімдер бұлар жүзім, болгар бұрышы, сарымсақ, асбұршақ, аскөк, анар, сәбіз дақылдары. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.